Мен 4 перзенттің анасымын. Барлығын үйлі-жайлы қылдым. Менімен сырласатын, шаруаларымды жеңілдетіп, көмектесіп жүретін қызым болмағандықтан, кенже ұлымды жақын көретінмін. Ол жанымда отырып сөйлескенді, үй шаруаларына көмектескенді ұнататын. Кенже ұлымды көргенде, сені қыз қылып туым керек еді деп қалжыңдап қоятынмын. Бірақ Алла қалаған екен. 4 ұл баланы өмірге әкелдім. Уақыт деген бір жерде тұрмайды ғой. Кенже ұлым да есейіп, үйленетін жасқа келгенде оған өзім қыз таңдап бердім. Жалпы, перзенттерімнің барлығы ата-аналарының көңілін қалдырмайды. Үйленетін кезде міндетті түрде біздің қалауымызды ескереді. Сүйген қыздары болса, оны ата-анасымен таныстырады. Ал қызы жоқ болса, біздің таңдағанымызға келісіп, отбасын құрып, бақытты болып отыр. Ешбір келінімді жаман демеймін, жамандыққа да қимаймын. Бәрі өз орнын біледі. Үйлендіріп, еншісін беріп жібергенмін. Ары қарай өз арбаларын өздері сүйретіп келеді. Ешкімнен кем емес. Құдай қосқан қосақтарымен бақыттарым бүтіндеп отыр. Тек қатты еркелетіп жібергенмін бе, кенже ұлым ғана өз өміріне ылғи риза болмайтын. Оны үйлендіргеніммен қара шаңырақта қалмаймын деп бөлек кетуге ұмтылды. Қолымда бір ұл мен келінімді алып қалдым да, кенже келінім мен ұлымды бөлек шығардым. Екеуі жақсы өмір сүріп келе жатыр еді. Отбасында іңгәлаған сәби даусы көбейіп, келінім бірін артын бірі шекесі торсықтай 3 немерені сыйлады. Кенже ұлым мен келінім бір-бірін ұнатып қосылмаса да, отау көтергеннен кейін сезімдері ашылып, жақсы көріп, жарасып кетті. Бір-бірінен алыс кетпей, қайда барса да қол ұстасып бірге жүретін. Олардың табысып кеткеніне біз қатты қуанушы едік. Алайда уақыт өте келе ұлым қылық шығара бастады. Әйелін алдап, жұмысын сылтауратып жүріп, оң жолынан адасты. Тұрмыстан қайтып келген бір келіншектің қармағына ілініп қалған ұлым өзінің ессіз ғашық екендігін айтып келетін. Жұмысы мен табысы жақсы болғаннан кейін әлгі келіншек уысынан шығармау үшін ұлымның басын айналдырып алды. Ол келіншекпен кездескелі бері ұлым үйіне бармайтынды шығарды. Бірде біздің үйге келеді, бірде көңілдесі Раушанның үйіне барады. Ұлым менен еш нәрсе жасырмағандықтан барлық сырынан мен ғана хабардар едім. Ұлымды бұл жолдан қайтару үшін бәрін жасадым. Ақылымды айттым. Ұлымның алдында жылап, ақылға келуін сұрадым. Бірақ ұлымның көзі көңілдесінен басқаны көрмеді. Раушанмен жолығып, ұлымнан аулақ жүруін ескертсем, араны ашатын шығар, намыссыз емес шығар деген оймен онымен таныстым да. Ұлыма ұнатқан екенсің, алдымен менімен таныстыр деп кездесу үшін сылтаураттым. Жүрегім бір пәлені сезетіндей-ақ екен. Бір күйеуден ажырасып келген әйел екінші біреуге жанашыр әйел бола алмайтыны рас қой. Раушанмен орта қойға келерміз деп ойлап айналайын. Ұлымның әйелі тірі. 3 перзентінің барын білесің. Біреудің көз жасына қалып, сен де бақытты бола алмайсың. Өз теңіңді басы бос жігіттерден, тағдырластарыңнан іздесейші дегенім сол. Сіз маған ақыл айту үшін келдіңіз бе? Мен балаңызды жақсы көремін. Көздегеніме жетпей тынбайтын қайсарлығым бар. Менің ойымнан ешкім айныта алмайды. Сіз қарсы болсаңыз да біз бірге боламыз деп аузыма құм құйып кетті. Мынадай тілінің уы бар келіншекке ұлым қалай байланып қалғанын білмеймін. Амалым таусылып, келініме не айтарымды білмей қиналып жүргенімде, ұлым көңілдесін алып әйеліне барыпты. Ұлымнан мұндай бассыздықты, ақылсыздықты күтпеген едім. Өзінің екінші әйел алатынын, бәрі бір үйде тұратынын, күйеуінің аузынан естіген келінімнің жағдайын айтып жеткізе алмаспын. Келінім ұлымды қатты жақсы көріп,
бауыр басып еді. Күйеуіне өзінен артық сенетін, ал күйеуінің тосын сыйлығы келінімді жарға жетеледі. Балалары үшін екінші әйел алып, бір үйде тұруға көнген келінімнің өмірі бір ай уақытқа да жетпеді. Көз алдында күйеу мен тоқалының бір-біріне жылы сөз айтып жүргені келінімнің жүрегін ауыртып, өзіне қол жұмсауға алып барды. Таңғы сағат 5-тер шамасында келінімнің келмес сапарға кеткен хабарын естіп, есеңгіреп қалдым. Өлімінен бірнеше күн бұрын келінім жылап, өзі күйеуімді тартып алғанмен қоймай, мені де құл сияқты жұмсайды, балаларымды ұрады деп жылап еді. Раушан келінімнен 4 жас үлкен болғандықтан, үлкендігін көрсетіп, әлімжеттік жасап жүргені ғой. Келінімді үйге әкеліп, ұлым мен көңілдесін жолатпаймын деп енді ғана қамданып отырған едім. Әттең, беймезгіл келген ажал сорымызды қайнатып кетті. Келінімді жерлеп, немерелерімді қолыма алып, Раушанды келінім жеп ойындамаймын, батамды бермеймін дегенімде, ұлым айтқан сөзінен қайтпай көңілдесімен бірге кеткен еді. Содан міне, ұлымның қарасын көрмегелі 5 жыл уақыт өтті. Тірідей жетім қалған немерелерімді құшып, келінім мен ұлымды сағынып жылап аламын. Ал ұлым содан бері хабарсыз кетті.